Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Абу Хурайраға үш нәрсені өсиет етеді. Енді әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір аса бір маңызды болмаған нәрсені істемейді, өсиет етпейді. Өте маңызды нәрселерді өсиет етеді. Ол біріншісі әр айда 3 күн ораза ұстау. Екінші духа намазының 2 ракағаты дейді. Және үшіншісі Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alloh subhanahu wa ta'ala жамаатпен оқыған таң намазымызды өзінің құзырында қабыл етсін. Өздеріңізбен бірге Әл-Имам Ан-Науауидің рахимахуллах, Абу Закария Мухиддин Яхья ибн Шараф Ан-Науауи рахимахуллах, сол үлкен имамның Риядус Салихин, тақуалар бақшасы атты кітаптың ораза бабын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Бізде бүгін кезекті 11-ші дәріс 41-ші хадистен бастап ары қарай оқимыз. Бабу стихбаби сауми ситти айям мин Шаввал. Рамазан айынан кейінгі келетін Шаввал айындағы 6 күн ораза ұстаудың абзалдылығы дейді. Шаввал айындағы 6 күндік ораза. Ан Аби Айюб радияллаху та'ала анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам қал. Бұл хадисті пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам Абу Айюб Ал-Ансари радияллаху та'ала анху жеткізеді. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Мен сама Рамадана сумма атбааху ситта мин Шаввал кана ка сиямид дахр. Кімде-кім Рамазанның оразасын ұстап, сумма атбааху ситта мин Шаввал, одан кейін, сол Рамазанның оразасынан кейін 6 күн Шаввалдан қосатын болса, жалғастыратын болса, кана ка сиямид дахр, 1 жылдың оразасындай болады дейді. 1 жылдың оразасындай болады. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам имам Муслим риуаят еткен. Енді бұл хадистен алатын пайдамыз баршылық. Бұл хадистен де көпшілігіміз білеміз. Өткен күнделікті жыл сайын Рамазан айы оразасын ұстағаннан кейін біздер көбінесе Шаввал айында 6 күн ораза ұстаймыз. Енді бұл қалай 1 жылдың сауабына ие болып тұр, соны қарайық. Енді Рамазан айының неше 30 күн дейтін болсақ, әр жақсылық 10 еселенеді. Әр жақсылық, әр сауапты іс 10 еселенеді. Аллаху субханаху ва та'ала Құран кәрімде Мән жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Кімде-кім бір игі іспен, бір сауапты амалмен келетін болса, оған 10 есесі дейді. Фарамадану би ашарати шухурин. Ал бұл жағынан Рамазан 10 айға татып кетеді бұл жерден. Рамазан 10 айға татиды. Рамазанның өзі 1 ай болатын болса, енді Алла Тағала Құран кәрімде бір жақсылықтың есесі 10 сауап деп тұр. 10 сауап. Рамазан 1 ай болатын болса, оны 10-ға өткен кезде 10 ай. Ва ситтату айямин фи ашаратин би шахрайн. Ал Шаввал айынан 6 ай қосатын болсақ, оны 10-ға өтетін болсақ, 60 күн 2 ай. Сонда 1 жыл шығып тұр бізде. Вал афдалу фи сиями ситти ан такуна мутавалиятан ва ақиба яумил айд. Енді абзалы жалпылама, енді біз міндетті емеспіз, бірақ бұл 6 күн абзалы тез не болуы, бірінен соң бірі болуы. Шаввал айында 6 күн ораза ұстауымыз, бірінен соң бірі болуы. Неге өйткені мүмкін бізде әртүрлі бір дүнияуи тірліктер, бір шаруалар шығып қалуы мүмкін, ұстай алмай қалуымыз мүмкін. Сосын қолымыз тезірек бос кезде істеу, бұл жақсы сауапты амалды тезірек ұстап бітіріп сауапқа ие болу. Яғни абзалы айт күні біткеннен кейін келесі күні ары қарай жалғастыру. Әлі Рамазанның несімен тұрған кезде, айтқан кезде, буымен тұрған кезде, әлі оразаға біздің денеміз үйренген кезде тұрған кезде, ары қарай сол ораза деген құлшылықты жалғастыра беру. Ары қарай. Бұл хадисті біз сонда, бұл бапта тек қана бір хадис берілген екен Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам, Шаввал айындағы 6 күн ораза ұстаудың абзалдылығы, сауабының молдылығы. Келесі 42-ші хадис.
42-ші хадисте бабу стихбаби саумил итhnайни вал хамис. Аптаның дүйсенбі және де бейсенбі күндері, яғни біз көбінесе айтатын бірінші және төртінші күндері. Бірінші және төртінші күндері ораза ұстаудың абзалдылығы. Ораза ұстаудың абзалдылығы. Ан Аби Қатадата. Абу Қатада деген сахаба, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп сұралған жеткізеді. Суиля ан сауми яумил итhnайни. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүйсенбі күннің оразасы жөнінде сұралады. Дүйсенбі күннің оразасы жөнінде сұралады. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам залика яумун улитту фихи. Ол бір сондай бір күн, мен ол күні дүниеге келдім дейді. Ол күні дүниеге келдім, яғни Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүйсенбі күні дүниенің есігін ашқан. Ва яумун буисту. Және де сол күні, дүйсенбі күні Аллах субханаху тағала пайғамбарымыз Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлықты берген. Пайғамбарлықты берген. Ау унзила алейя фихи. Немесе, риуаяттар бойынша, немесе не келіп жатыр? Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам Құран кәрім кітабы уахи етіліп басталды дейді. Яғни екеуі бір мағынада ғой өйткені. Екеуі бір мағынада. Пайғамбарлық келуі, немесе пайғамбарымыз Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам Құранның түсе бастауы. Құранның түсе бастауы. Яғни жалпылама бұл хадистен түсінетін пайдаларымыздың бірі, ол Құран кәрімнің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кеудесіне, мүбарак кеудесіне түсіп бастауы дүйсенбі күні басталған. Дүйсенбі күні басталған. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисте сұралғандай, дүйсенбі күннің оразасы жөнінде, негізгі қуатты көзқараста Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Рабиул ауал айының бірінші несінде дүйсенбі күнінде дүниеге келген. Ва бада нузулул Qur'ани алейхи фи яумил итhnайн ас-саби яумил итhnайни ас-саби ашара мин шахри Рамадан. Енді қараңыздар, жаңа бір тың мағлұматтарды көпшілігіміз немесе кейбіріміз бұны білмейміз. Құран кәрім Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айының 17-сінен бастап түсіп бастаған екен. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам Құран кәрім Рамазан айының 17-сінен бастап түсіп бастаған екен. Рамазан айының. Және дүйсенбі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам туған күні, және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келген айы ол Рабиул ауал айы. 43-ші хадис. Яғни бұл не жөнінде? Аптасына біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне еру үшін, пайғамбарымызға ұқсау үшін, Алла Тағала құлшылық ету үшін аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері ораза ұстау. Енді Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сұралған кезде осы бірінші күннің оразасы жөнінде, ол күні мен тудым деді. Ол күні пайғамбарымыздың өмірге келген күні, және де пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам Құранның түсіп бастауы, және де пайғамбарлықтың берілуі. 43-ші хадис. Ва ан Аби Хурайрата радияллаху та'ала анху ан Расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам Абу Хурайра жеткізеді. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқанын: Ту'радул а'малу яумал итhnайн вал хамис. Амалдар дүйсенбі және бейсенбі күндері ұсынылады дейді. Амалдар, яғни Алла Тағаланың құлдарының амалдары Алла Тағаланың құзырына дүйсенбі және бейсенбі күндері ұсынылады дейді. Фа ухиббу ан ю'рада амали ва ана саимун. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады: мен өзімнің амалым Аллаға ұсынылған кезде өзімнің ораза болғанымды жақсы көремін дейді. Бұл хадисті имам Термизи риуаят еткен. Яғни амалдар ұсынылады. Яғни жалпы мына жерде түсініктеме ретінде жазған: ай та'ридухал малаикатул хафазату, адамды жалпы қоршап қорғап жүретін періштелер Алла Тағаланың құзырына ұсынады. Яғни мысалы дүйсенбі немесе бейсенбі болсын, апталық амалдар. Біз апталық қандай амалдар жасадық? Әлбетте Аллах Тағала періштелердің немесе біздің амалдарымызды періштелердің хабар бермей ақ Аллах Тағала одан хабардар. Бірақ та бұл жерде не? Үйлесімділік, хикмет,
Әрбір неге уақытқа сақ болу деген сияқты үлкен нелер жатыр, хикметтер жатыр. Бұл жерден тағы да алатын пайдаларымыздың бірі періштелердің де түрлері. Періштелердің де мысалы адамдардың ішінде адамдардың өздері әртүрлі болған сияқты, періштелердің өздері де өз араларына бөлінеді. Олар енді бізде мысалы Аллаху субханаху тағала Адам алейхиссаламды топырақтан жаратқандай, Аллаху субханаху тағала періштелерді нұрдан жаратқан, сәуледен жаратқан. Біз сәулені көре алмайтын сияқты, нұрды көре алмайтын сияқты, біз де періштелерді не істей алмаймыз, көре алмаймыз. Ал асылы топырақты біз көріп қолмен ұстай алғанымыздай, біз адамдар бір-бірлерімізді істей аламыз, көре аламыз. Бір-бірлерімізді көре аламыз. Періштелердің де түрлері бар. Мысалы, қабірде сұрақ жауап алатын періште, уахидің періштесі, өлім періштесі, аспанда мысалы климатта, табиғатта болып жатқан әртүрлі мысалы мезгілдерге, әртүрлі жауын шашындарға жауап беретін періштелер, сүрді үрлейтін Исрафил періште, сондай әртүрлі періштелер бар. Бұл хадистен өздерің түсініп отқандай, аптасына 2 күн ораза ұстау пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам өзінен кейін тастап кеткен жақсы көрілген сүннет амалдардан. Дүйсенбі күнінің және де бейсенбі күнінің оразасы. Алдыңғы хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші күннің, яғни дүйсенбі күнінің оразасы жайында сұралған кезде, ол күні дүниеге келдім деді. Ол күні дүниеге келдім, және де ол күні маған пайғамбарлық берілді, немесе ол күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам Құран түсіп бастады. Ал бірінші хадисте тек қана дүйсенбі күнінің оразасы жайында сұралды. Ал екінші хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі айтып жатыр, дүйсенбі және бейсенбі күндері құлдың амалдары Аллах Тағалаға ұсынылады. Аллах Тағала ұсынады, сол жөнде айтып жатыр. Бұл хадистен алатынымыз, яғни аптасына 2 күн ораза ұстау жақсы көрілген амалдардан. 44-ші хадис, бұл Айша анамыздан келеді. Айша анамыз, Алла ол кісіден разы болсын, айтады: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама ятахарра саумал итhnайни вал хамис." Айша анамыз пайғамбарымызды былай деп сипаттайды: Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллам дүйсенбі және де бейсенбі күннің оразаларын ұстанатын еді. Яғни іздеп жүретін еді, мән беретін еді, естейтін еді, ерекше бір көңіл аударатын еді. Қай күннің оразаларына? Аптаның және дүйсенбі және бейсенбі күннің оразаларына. Дүйсенбі және бейсенбі күннің оразаларына Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллам ерекше назар аударатын болған бұл күндері. Бұл арқылы біз сонда бірінші бапта Шәуәл айында 6 күн ораза ұстау, ол оразаны ұстайтын болсақ, Рамазан айының оразасына қосып ұстайтын болсақ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте: "Мән сама Рамадан", кім Рамазанның оразасын ұстайтын болса, содан кейін барып не істейтін болса, Шәуәлдан 6 күн қосатын болса. Ал егер кім Рамазанның оразасын ұстамай, бірақ Шәуәлдікін ұстайтын болса, ол сауапқа ие бола алмайды. Ол сауапқа, яғни 1 жыл ораза ұстаған адамның сауабына ие бола алмайды. Екінші бапта хадистерде біздер нені оқыдық? Аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері қосымша ораза ұстаудың абзалдылығы жөнінде. Енді келесі бап. Бабу стихбаби сауми саласати айями мин кулли шахр. Әр айдың ішінде 3 күн ораза ұстаудың абзалдылығы. Әр айдың ішінде 3 күн ораза ұстаудың абзалдылығы. Айтады: "Вал афдалу саумуха фил айямил бейт." Мына жерде мынандай бір нәрселер бар, қараңыздар. Мысалы, 3 күн әр ай сайын 3 күн ораза ұстау. Сонда жалпылама ай күнтізбесі бойынша 3 күн ораза ұстау, ол жалпылама бір жақсы амал. Өз алдына жеке. Енді осы 3 күн сіздің ұстағыңыз келсе, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне еру мақсатында ұстағыңыз келсе, осы 3 күн қай күндерге тура келгені жақсы деген екінші мәселе. Ең абзалы айдың 3 күн оразасын айтқан кезде әл-айямул бейт, яғни
ай толысатын түндері ұстау дейді. Айдың толысатын түндері ол хижридің 13-інде, 14-інде және 15-ші күндері ораза ұстау. Хижридің 13-і, 14-і, 15-і күндері ораза ұстау. Бұл негізгі көзқараста, яғни негізгі қуатты көзқараста. Бұл қандай түндер? Бұл түндер не үшін? Бұл айтқан кезде ақ түндер деп аталған. Ақ түндер. Өйткені баршамыз білеміз, бұл күндері айдың дөңгелек болып толысатын күні. Айдың дөңгелек болып толысатын күні. Сол үшін айдың дөңгелек болып толысып, андай қараңғы түн болса да ай жарқырап тұратын кездер. Айдың жарқырап, нұрланып тұратын кездері. Сонда 13-і, 14-і, 15-і. Әр айда 3 күн ораза ұстаймын деген ниетіңіз болса, ол күндердің 13-іне, 14-іне және 15-іне не келуі? Сәйкес келуі. Немесе өзіңіздің сәйкестендіруіңіз. 45-ші хадис. Абу Хурайра радиаллаху та'ala анху айтады. Аусани халили саллаллаху алейхи ва саллам би салас. Абу Хурайра радиаллаху та'ala анху былай дейді. Қазір оқиын деп жатқанымыз бұл Абу Хурайра радиаллаху та'ala анхудың сөзі. Аусани халили саллаллаху алейхи ва саллам би салас. Пайғамбарымызды енді досым деп жатыр да. Досым, сүйіктім деп жатыр да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам маған 3 нәрсені өсиет етті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам маған 3 нәрсені өсиет етті дейді. Сиями саласати айями мин кулли шахр. Әр айда 3 күн ораза ұстау дейді. Әр айда 3 күн ораза ұстау. Ва ракаатай ад-духа. Духа намазының 2 ракағаты. Духа намазының 2 ракағаты. Ва ан утира қабла ан анам. Ұйықтамас бұрын үтір намазын оқу. Ұйықтамас бұрын үтір намазын оқу. Муттафақун алейхи бірнеше мәрте айтып кеттік. Егерде муттафақун алейхи деген сөзді еститін болсақ, бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи ва саллам имам Бухари және де имам Муслим бір жолмен, яғни бір тізбекпен жеткізген. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайраға 3 нәрсені өсиет етеді. 3 нәрсені өсиет етеді. Енді әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам аса бір маңызы болмаған нәрсені істемейді, өсиет етпейді. Өте маңызды нәрселерді өсиет етеді. Ол біріншісі, әр айда 3 күн ораза ұстау. Әр айда 3 күн ораза ұстау. Екінші, духа намазының 2 ракағаты дейді. Духа намазының 2 ракағаты. Және үшіншісі, ұйықтардың алдында үтір намазын оқу. Ұйықтардың алдында үтір намазын оқу. Бұл хадистен алатын пайдамыз, әр айдың ішінде 3 күн ораза ұстап тұру. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллам өсиет еткен нәрселерінен және сүннеттерінен. Және оның ішінде сол 3 күн қай күндерге сәйкес келуі? Ақ түндерге сәйкес келуі. Ақ түндер. Ақ түндер олар 13-і, 14-і, 15-і. Хижридің күнтізбесі бойынша, ай күнтізбесі бойынша мұсылмандардың 13-і, 14-і, 15-іне сәйкес келуі. Осындай неде. 46-шы хадис. 46-шы хадис. Бұл хадис Абу Дарда радиаллаху та'ala анху жеткізеді. Бұл хадисте де қараңыздар. Абу Дарда радиаллаху та'ala анху хабиби, яғни аусани хабиби саллаллаху алейхи ва саллам би саласин лан адаахунна маишту. Абу Дарда. Бұл хадисте Абу Дарда айтып жатыр. Маған сүйіктім дейді. Пайғамбарымыз айтып жатыр. Сүйіктім маған өсиет етті дейді. Кімді меңзеп жатыр? Алла елшісін саллаллаху алейхи ва саллам. 3 нәрсені өсиет етті. Мен тірі болсам, осы 3 нәрсені тастамаймын дейді. Тірі болсам, бұл 3 нәрсені тастамаймын дейді. Би сиями саласати айямин мин кулли шахр. Әр айда 3 күн ораза ұстау. Әр айда 3 күн ораза ұстау. Ва салати духа. Духа намазы. Духа намазы. Ва би алла анама хатта утира. Үтір намазын оқымай ұйықтамау дейді. Үтір намазын оқымай ұйықтамау. Бұл хадисті имам Муслим риуаят етеді. Бұл хадисті имам Муслим риуаят етеді. Егер мән беріп қарайтын болсаңыздар, Абу Хурайра радиаллаху та'ala анху жеткізген сөзінде, өзінің пайғамбарымыздың Абу Хурайраға айтқан өсиетінде, ол ракаатай ад-духа. Духаның 2 ракағаты деп айтты. Духаның 2 ракағаты деп айтты.
Ал Абу Дарда болатын болса, радиаллаху таала, ол 2 ракат деген жоқ. Жалпылама духа намазы деп айтты. Жалпылама духа намазы деп айтты. Енді духа намазына келетін болсақ, енді адам өзінің несіне байланысты, жағдайына байланысты. Жағдайына байланысты қарасаңыз 2 ракат, қаласаңыз 4 ракат, қаласаңыз 6, ең көбі 8 ракатқа дейін да. Ең азы 4 ракат духа намазы, ең көбі 8 ракат. Енді абзалы орташасы ол 4 ракат негізі. 4 ракат духа намазы. Бұл да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам өзінің ардақты сахабаларына берген өсиеттері. Ардақты сахабаларына берген нелері, өсиеттері. 47-ші хадис. 47-ші хадис. وعن عبد الله ابن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтты. Әр айдың ішінде 3 күн ораза ұстау, бұл барлық уақытта ораза ұстаған сияқты дейді. Барлық уақытта ораза ұстаған сияқты. Бұны қалай түсінсек болады? Барлық күнде ораза ұстаған сияқты. Яғни мана Аллах Тағала Құран кәрімде "Мән жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха". Кім бір игілікті жасайтын болса, бір сауапты амалмен келетін болса, оған қайтарымына 10 есе деді. Оның қайтарымына 10 есе деді. Мысалы, бір айда 30 күн болатын болса, сіз бір күн ұстасаңыз, сіз бір күніңіз құдды бір нешеге еселенген сияқты, 10-ға еселенген сияқты. 10-ға еселенген сияқты. Бұл хадистердің барлығы да қандай тақырыпта жүріп жатыр қазір? Айына 3 күн ораза ұстау. Айына 3 күн ораза ұстау, және барынша сол 3 күннің қай күндерге сәйкес келуі? Ақ түндерге сәйкес келуі. Ақ түндерде 13-і, 14-і, 15-ін айтамыз. 13-і күні, 14-і күні, 15-ші түндерді айтамыз. Сол күндерге барынша сіздің сәйкестендіруіңіз. Қосымша не алу үшін? Сауап алу үшін. Келесі 48-ші. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам, бұл Айша анамызбен тағы бір әйел адамның ортасында болған әңгімеден. وعن معاذة العدوية أنها المعاذة العدوية деген кісі, Алла ол кісіден разы болсын, أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها. Айша анамыздан сұрайды. Сонда 2 әйел адамның, біреуі Муазату, екінші Айша анамыз, Алла ол екеуінен разы болсын, екеуінің ортасында болған әңгімеден. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام. Жаңағы әйел адам, Алла елшісінің әйелі, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жұбайы Айша анамыздан сұрап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр айда 3 күн ораза ұстайтын ба еді деп сұрады. Сонда Айша анамыз иә деп жауап берді. Сонда жаңағы әйел адам Муазату айдың қай жерінен ұстайтын еді дейді. Бір айда 29-30 күн бар, қай жерінен ұстайтын еді 3 күнді? 3 күннің оразасы қай жерінен бастап ұстайтын деген кезде Айша анамыз ләм якун юбали, ол қатты бір пайғамбарымыз мән бермейтін еді. Басынан ба, аяғынан ба, соңғы жағынан ба, ортасынан ба деп. Ләм якун юбали мин айи шахри ясум, айдың қай уақытынан бастап ұстайтын еді, оған қатты бір аса бір мән бермейтін еді деп жауап берді. Жауап беріп жатқан кім ол? Айша анамыз жауап беріп жатыр. Айша анамыз жауап береді. Бұл хадистен де біздің түсінетініміз, ораза пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айының парыз оразасынан бөлек, әр айда ораза ұстап отыратын нелер болған, құлшылығы болған, қосымша құлшылықтар болған. Мысалы, жаңағы қай күндер? Аптаның дүйсенбісі мен бейсенбі күндері оразалар, және әр айда тағы 3 күн ораза ұстау. Әр айда тағы 3 күн ораза ұстау. Екінші, енді 49-шы хадис. Енді осы жерде келеді енді нақты. وعن أبي ذر الغفاري, пайғамбарымыз сахабасы Абу Зар al-Ghifari радиаллаху та'ala анху, Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам былай деген жеткізеді. إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. Бұл хадисті имам Тирмизи риуаят етеді. Егерде ораза ұстайтын болсаң, онда 13-ін, 14-ін, 15 күні ораза ұста деп әмір берген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам.
Егер де әр айда 3 күн ораза ұстайтын болсаң, 13-і, 14-і және де 15-і күндері ораза ұста деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырған екен. Бұл хадисті пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам Абу Зар әл-Ғифари риуаят еткен. Енді бұл хадисте жаңадан біз осы бап басталғаннан бері айтып жатырмыз. Әр айда 3 күн ораза ұстау мұстахаб, жақсы көрілген амалдардан болатын болса, бұл өз алдына жеке мұстахаб, жақсы. 3 күн ораза ұстау. Бірақ біз басында айтқан кезде, 3 күнді басында айтқан кезде, қай күн екенін істеп жатқан жоқпыз, атын атап түсіністеп жатқан жоқпыз. Жалпылама ұстасаңыз болады. Бірақ екінші бір риуаяттарда ол күндердің 3 күннің қай күндерге сәйкес келгені абзал, 13-үне, 14-үне және де 15-ші күндерге сәйкес келуі ол абзалырақ. Оған дәлел ретінде міне пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам айтуы: егер де әр ай сайын 3 күн ораза ұстасаң, онда 13-үне, 14-ін, 15-і күндері ұста деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. 50-ші хадис. 50-ші. Ваан Қатадата ибн Милхан радияллаху та'ала анху қал. Бұл Қатада ибн Милхан деген сахаба пайғамбарымыздың, айтқан кезде пайғамбарымыз сипаттап пайғамбарымыздың сөзін жеткізіп жатыр. Пайғамбарымыз: Кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама я'муруна бисиями айямил бейт. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жаңағы ақ күндердің, немесе ақ түндердің оразасын ұстауға біздерге бұйыратын еді дейді. Біз ақ түндер деп нені айтып кеттік біз? 13-і, 14-і, 15-і. Яғни ақ түндер немесе ақ күндер екеуінде айта берсек болады. Не үшін? Өйткені айдың толысатын күндер. Айдың толысатын күндер. 13 ва 14 ва 15. 13-і, 14-і, 15-і. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйыратын болған сахабаларына ақ түндері ораза ұстау жөнінде. Оның 13-і, 14-і және де қай күндері сәйкес болуы? 15-іне сәйкес болуы. 15-іне сәйкес болуы. Бұл хадисті, жалпы бұл әсәрді Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам имам Абу Дауд жеткізген. Имам Абу Дауд жеткізген. Сонда біздерге қараңыздар. Мысалы, бірнеше көптеген хадистер келіп тұр бізде. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам. Кейбірі пайғамбарымыздың тікелей сөздері, кейбіреулері сахабалардың несі? Пайғамбарымыз сипаттаған кездегі хабарлары. Кейбір хадистерде жалпылама 13, 14, 15-ін нақтыламаған. Жалпылама айтып кеткен. Әр айда 3 күн ораза жөнінде. Ал екінші бір әсәрлерді хадистерде сол 3 күннің қай күндерге сәйкес келуі? 13-үне, 14-үне, 15-іне сәйкес келуі жөнінде. 15-іне сәйкес келу жөнінде. Осы неге айтады? Бұл күндер неге ақ күндер деп аталды? Өйткені ай не болады? Аппақ болады дейді. Айдың жарқырап, нұрланып тұрады. Бұл жерде тілге тиек ету мақсатында ай өз алдынан істемейді. Ай өз алдына жарық, сәуле ештеңе шығармайды. Айдың өзі. Өйткені айдың ешқандай несі жоқ, айтқан кезде қызуы жоқ. Айдың қызуы жоқ. Өйткені айға қонған деп айтады ғой енді жалпылама не істеп. Айдың үсті кәдімгі не сияқты бір адам күйіп кететін бір балқып жатқан нәрсе емес. Біз айды күнделікті түнде аспан ашық болып айды көрген кезде айдың бетіне түсетін ол күннің сәулесі да. Күннің сәулесі айға түсіп, сосын неге түсіп жатыр? Жерге түсіп жатыр. Шағылысып, жердің қараңғы жақ бетінен істеп жатыр, түсіп жатыр. Бұл да Алла Тағаланың несінен, хикметтерінен да, Алла Тағаланың хикметтерінен. Бұл жерде мына жерде бір ойға мынандай бір нәрсе келіп тұр. Мысалы, күннің күнтізбесі бар, және де ай күнтізбесі бар. Күн күнтізбесі бар, және ай күнтізбесі бар. Бірде бір тыңдағанымда ай күнтізбесінің бір артықшылығы бар дейді. Ай күнтізбесінің бір артықшылығы бар. Біздер білеміз, мысалы, егер сізде сағат жоқ, немесе айдың қай күн екенін білмейсіз. 30 күн, 31 күн қайсысы екенін білмейсіз. Күнге қарасаңыз сіз анықтай аласыз ба? Мысалы, анықтай алмайсыз. Күнге қарайтын болсаңыз, күн шығады да, күн барлық уақытта бізге не болып көрініп тұрады? Дөңгелек болып көрініп тұрады. Барлық уақытта күн дөңгелек болып көрініп тұрады. Ал ай болатын болса, барлық уақытта дөңгелек болып көрініп тұра ма? Барлық уақытта дөңгелек болып көрініп тұрмайды.
ай туған кезде сіз айға қарама-қарсы қарап тұрған кезде, сізге қарап тұрған кезде ай қай жағынан бастайды? Оң жағынан бастайды. Сіздің оң жағыңыздан бастайды да, оң жақтан бізге қараңыз. Оң жақтан сүйір болып туылады да. Сөйтіп толысып, ең соңында жаңа ай тумас бұрын қалай? Мына екінші жағынан қалады да. Екінші жағынан қалады. Егер мысалы адам айға қарап жүретін болса, егер де қол астында күнтізбе телефон болмайтын болса, шамамен айдың нешесі екенін біле алады дейді. Шамамен айдың нешесі екенін біле алады. Өйткені ай толықтай толысып тұратын болса, сіз білесіз, шамамен айдың 13, 14, 15 екенін білесіз. Ал егер әлі оң жақтан бастап, сіз айға қарама-қарсы қарап тұрған кезде, оң жағы сүйірден бастап баратын болса, әлі айдың бас екенін білесіз. Ал егер өзіңізге қараған кезде сол жаққа кетіп бара жатқан болса, яғни батуға қарай әлсіреп бара жатқан болса, айдың соңғы жақтары екенін білесіз да? Соңғы жақтар. Бұл да Алла Тағаланың нелерінен, хикметтерінен салып қойған. Бұл табиғатқа, бұл жаратылысқа салып қойған Алла Тағаланың хикметтерінен. 51-ші хадис. Бұл хадисті Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам Абдулла ибн Аббас, Алла ол екеуінен жеткізеді. Алла Тағала екеуінен разы болсын, жеткізеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сапарда болған кезде де, және де тұрғылықты мекенде болған кезде де ақ түндері аузын ашпайтын еді дейді. Абдулла ибн Аббас пайғамбарымыз сипаттаған кезде, «Кәна Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам ла юфтиру айямил бид». Ақ түндері аузын ашпайтын еді. Яғни тұрақты ұстайтын болды деп жатыр да. Тұрақты ұстайтын болды. Фи хадарин, тұрғылықты ешқандай сапарда болмаған кезде де, және де уәлә сафарин, сапарда болған кезде де. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам осы әр айдың 3 күннің оразасы, олардың 13-і, 14-і, 15-і күндері тұрғылықты жерде болса да, Медина, Меккеде болса да, немесе сапарда болса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аузы берік болатын болған. Ораза ұстайтын болған. Құлшылық ретінде. Иншалла, Аллах субханаху тағала нәсіп етсе, ертеңгі сабақта бәбу фадли ман фаттара саиман, ораза ұстаушы адамның ораза аштыру, соның сауабы жөнінде және иътикаф жөнінде оқитын боламыз. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын баршаңызға.